Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай керемет пирожкидің рецептімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Ыдысымызға жылы суымыз бен сүтімізді құйып, үстінен ашытқымызды, секерімізді және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып болған соң сұйық майымызды құйып, араластырып жібереміз де бір дана жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды бөліктерге бөліп саламыз. Басында қасықпен, содан соң осылай қолмен нанды илеген болатынмын. Және де соңында кішкене осылай сұйық май жағып жібердім. Көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Оған дейін салмасын әзірлеймін. Осылай пиязды уақтап турап қуырдым. Және де картошкамды суыма салып қойдым. Мінекей осылай қызарғанша қуырып аламыз. Кішкене майынан алып картошкамызға салатын боламыз. Бірінші картошкамызды езіп аламыз. Оның үстінен осылай ыссы картошкамыздың үстінен сүтіміз бен майымызды салып, тұзымызды дәміне қарай бұрышын барлығын салып езгілеп алатын боламыз. Мінекей мұнда мен жаңағы пияздың майын алып тастап, тек қана өзін салған болатынмын. Осылай езгілеп алып, жақсылап араластырып, салмасын дайындаймыз. Мінекей менің қамырым керемет болып көтерілді. Оқтаумен жайып алып, пирожкилерімізді жасайтын боламыз. Осылай арнайы насадкамен дөңгелетіп алған болатынмын. Қолмен жайып жіберіп, ортасына салмасын салып, жақсылап қысып шығатын боламыз. Ашылып кетпеуі қажет. Қысып алғаннан кейін осылай керісінше жағынан қойдым да, екінші жағын әдемілік үшін тағы да қысып шыққан болатынмын. Ол міндетті емес, жай ғана осы жапқан жерлеріңізді дұрыстап қыссаңыз болды. Ашылып кетпеуі қажет. Қазір майға қуырған кезде ашылып кетуі мүмкін. Мінекей осылай барлығын жасап шықтым. Қызып тұрған майыма пирожкилерімді салып пісіріп алдым. Осы қамыр универсальный болып келеді. Барлық осындай выпечкаларға керемет келеді. Мінекей қызарғанша қуырамыз да екінші жағына ауыстыратын боламыз. Мінекей кереметтей пирожкилеріміз дайын болды. Тестіміз өте керемет нәзік болып шығады, салмасы да өте дәмді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіз. Сау болыңыз.